болса ғана шәкірт жанынан нұр құйылады деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, педагогтың жаңа заманауи технологияларды жете меңгеріп сындарлыққа, көшбасшылыққа бейімдеу бүгінгі күннің талабы. Мектебімізде осы орайда білім беру мазмұнын жаңарту контекстінде оқу-тәрбие үдерісінің сапасын арттыру тақырыбындағы әдістемелік жұмыста педагогикалық ұжымның ынтымақтастығын қалыптастыру, жаңаша ойлауға және шығармашылық ізденіске ұмтылдыру мақсатында жаңартылған бағдарлама білім берудің жаңа мазмұны, оқырман мектеп оқитын жас ұрпақ тәрбиесі ел мұраты, ұлттық дәстүр рухани жаңғыру, цифрландыру, тоғызқұмалақ сияқты әр бағытта жүргізіліп жатқан жобалар бар. Аталған жобалар ішінде жаңартылған бағдарлама білім берудің жаңа мазмұны жобасы аясында жаратылыстану бағытында оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру мақсатында өз білім өмірде қолдана білуге және өмірлік дәлелдемесін көтеруге, олардың тез өзгеретін өмірлік жағдайларын бейімделу қабілетін арттыру үшін әлемдік білім берудің негізгі технологияларын педагогтер өз тәжірибелерінде қолданып жатыр. Мектебімізде 149 мұғалім қызмет атқарады. Жаратылыстану бағытында 11 педагог қамтылған. Оның педагог зерттеушісі 2 мұғалім, педагог сарапшысы 5 мұғалім. Бұл мұғалімдер қазіргі заман талабына сай деңгейлі курсын оқып, ФЛИЛ әдісін, STEM технологиясымен жұмысты мүмкіндігінше сатылай кіргізіп, жұмыс жасап жатыр. Аталған технологиялардың ең басты қызығушылықтарды жүзеге асыру үшін анағұрлым күрделі дағдылар мен құзыреттер керек. Білу мен істеу ғана емес, сонымен қатар зерттеу және ойлап шығару маңызды. Қазіргі уақытта робототехника құрастыру, бағдарламалау, үлгілеу, 3D жобалау, гидропоника және тағы басқа бұның бәрі енді дүниежүзінің қазіргі оқушыларын қызықтырады. Бұл ғылым, математика, технологиялар және инженерия сияқты басты академиялық салаларда бір мезгілде даму керек. Осындай жұмыстарды жүргізу барысында ғана нәтижелі жетістіктерге қол жеткізіп отырмыз. Соңғы 3 жылдың нәтижесіне сүйенсек, 19 жылы 27 оқушы, 20 жылы 32 оқушы, 21 жылы 38 оқушы жетістіктерге ие болды. Әрине, әр жылда өсу деңгейі бар. Осы жетістіктердің ішінде соңғы 2 жыл қатарынан қалалық химия пәнінен олимпиададан 2 оқушы жүлделі орындарға ие болды. Еліміздің ертеңі бәсекеге қабілетті осы білім иелерінің қолында. Сондықтан да мектеп педагогтары өскелең ұрпаққа жан-жақты терең білім беру үшін тұғырлы тілді меңгерту, ұлттық құндылықтарымызды бағалауға және салт дәстүрлерімізді құрметтеуге тәрбиелеуіміз керек. STEM мектеп оқушыларын оқытудың жаңа әдістемесі және әлемдік білім берудің негізгі тренді. Қазіргі заман талабына сай адамның іс-әрекетінің барлық салаларында еркін қолданысқа енген ақпараттық технологиялар біздің күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігі болып табылады. Ақпараттық технологияларды тиімді қолдану әртүрлі ақпараттың түрлерімен жұмыс істеу үдерістерді тездетеді және де жеңілдетеді. Қазіргі уақытта әлемде технологиялық революция болып жатыр. Ақпараттың қарқынды ағымы, жоғары технологиялық инновациялар мен әзірлемелер біздің өміріміздің барлық салаларын өзгертіп жатыр. Қоғам сұранысы да, жеке тұлғаның қызығушылықтары да өзгеріп жатыр. Ғылым, математика, технологиялар және инженерия сияқты басты академиялық салаларды бір сөзбен STEM деп атауға болады. STEM деген сөздің өзі Science, Technology, Engineering және Mathematics деген сөздерден алынған. STEM дегеніміз оқытудың біріктірілген тәсілі, яғни бұл тәсіл аясында академиялық ғылыми техникалық тұжырымдамалар шынайы өмір контекстінде зерттеледі. Мұндай тәсілдің мақсаты мектеп, қоғам, жұмыс және бүкіл әлем арасында STEM сауаттылықты дамытуға және әлемдік экономикаға, бәсекеге, қабілеттілікке ықпал ететін нық байланыстарды орнату. STEM білім беру артықшылықтары сыни тұрғыдан ойлау, ғылыми-техникалық білімді күнделікті өмірде пайдалану, белсенді қарым-қатынас құру және де командамен жұмыс жасау, техникалық пәндерге қызығушылықты арттыру, жобаларға креативті және жаңашыл көзқарас, оқу мен карьераның ұштасуы. STEM білім беруді оқуды және мансапты қосатын көпір болып табылады. Оның тұжырымдамасы балаларды технологиялық тұрғыдан дамыған әлемге, келешектің мамандарына жан-жақты дайындайды.
STEM-образование употребляется для обозначения популярного направления в образовании, охватывающее естественные науки, технологии, техническое творчество и математику. STEM-образование позволяет использовать научные методы, технические приложения, математические моделирования, инженерный дизайн, что ведет к формированию инновационного мышления обучающегося, умений, навыков 21 века. Преимущество STEM-образования – применение научно-технических знаний в реальной жизни, развитие навыков критического мышления и разрешения проблем, формирование уверенности в своих силах, активная коммуникация и командная работа, развитие интереса к техническим дисциплинам, креативные и инновационные подходы к проектам, развитие мотивации к техническому творчеству, ранняя профессиональная ориентация, подготовка детей к технологическим инновациям в жизни. STEM-образование в школе активизирует интерес к математике и естествознанию, помогает приобрести знания в области техники, робототехники, конструирования, содействует развитию творческих способностей и коммуникативных навыков, способствует раннему определению потенциала ребенка и его профессионального самоопределения. Как STEM-подход влияет на успеваемость? Основная идея STEM-подхода какова? Практика также важна, как и теоретические знания. То есть, обучаясь, мы должны работать не только мозгами, но и руками. Обучение лишь в стенах класса не успевает за стремительно меняющим миром. Основным отличием STEM-подхода является то, что здесь дети используют и свои мозги, и свои руки для успешного изучения множества предметов. Знания, которые они получают, они добывают самостоятельно. STEM білім беруде оқушылардың функционалдық сауаттылықтары, олардың өмірлік және кәсіби перспективалары, өз күштеріне деген сенімділік, шешімдер қабылдау, зерттеушілік қабілеттерін арттыру мақсатында біздің мектебімізде STEM лаборатория кабинет ашылды. Бұл кабинетті өз мүмкіндігімізге қарай жабдықтармен жабдықталып, жоспар құрылып ашылған болатын. Жаратылыстану пәндерінің биология, химия, физика, информатика, география пәндерінің бірігіп, STEM білім беруде бірнеше жобалар қолға алынып, жұмыс жасап жатыр. Олар робототехника, гидропоника әдісі және де эстетикалық гүлді өсімдіктерді топырақ арқылы өсіру. Енді осы зерттеу жұмыстарымен бөлісетін менің әріптестеріме сөз кезегін берсек. Білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары ретінде мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту, алған білімдерін қолдана білу дағдысын қалыптастыру және қоғамға пайда келтіретін тұлғаны даярлау біздің міндетіміз болып табылады. Осы бағытта жаңа білім беру саясатын жүзеге асыру мақсатында мектебімізде оқытудың пәнаралық және жобалық тәсілі енгізіліп отыр. Ол оқушыларға зерттеу және ғылыми технологиялық әлеуетін күшейтуде топтық жұмыс дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Ал ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда оқушы бойында не қалыптасады? Яғни оқушы даяр білімді қабылдаушы емес, білімді өз бәлкімен ізденуші субъект болады. Алған білімін қолдана алатын, қоғамға пайда келтіретін, жаһандық бәсекеге қабілетті, жаңашылдыққа ұмтылған жеке тұлға дамиды. Пәнге, ғылымға, кәсіпкерлікке деген қызығушылығының артуына ықпалы тиеді. Зерттеушілік дағдысы мен оқушыда тәжірибе қалыптасады, ойлау қабілеті артады. Оқушы өз көзқарасын қорғайды, дәлелдейді, болжай алады. Сыни тұрғыдан ойлана алатын болады. Оқушы бойында көшбасшылық қабілеті де дамиды. Мамандық таңдауына түрткі болады. Және ізденгіштік қасиеті дамып, белсенділік таныта алады. Жобада биологиямен қатар физика, химия ғылымдары да байланыстырылады. Осылайша оқушылар сабақта жинаған білімдерін тәжірибеде жүзеге асырып, ғылыми зерттеу жұмысының зерделеуіне жол ашты. Зерттеу жұмысында топырақсыз өсімдікті өсіру, гидропоника әдісі таңдалып алынды. Ал гидропоника дегеніміз не? Гидропоника өсімдіктерді топырақсыз жасанды ортада өсіру әдісі.
Гидропоника термині ежелгі әдіспен байланысты екі грек сөзінен тұрады. Обрасу және ловос гидропоника деген сөз. Бұл сөзбе-сөз айтқанда жұмыс шешімі дегенді білдіреді. Гидропоника арқылы өсімдіктерді өсіру әдісі бұрыннан белгілі. Гидропониканың бірінші үлгілері Бабыл және Мавритан ацтектер кезінде құрылған құбылмалы бақтар, қатаюшы бақтар деп аталады. Атап айтсақ, біздің заманымызға дейінгі 1000 жыл бұрын орталық Америкадағы үндістердің жүзбелі бақтары, біздің заманымызға дейінгі 600 жыл бұрын ежелгі Вавилондағы Семирамида бақтары әлемдегі 7 кереметтің бірі. Марко Поло Қытайдан тапқан жүзбелі бақтары. Менің ғылыми жобамның тақырыбы гидропоника әдісімен өсірілген жасыл өскін. Гидропоника әдісі бүкіл әлемге танылған, көптеген адамдар өздерінің өндірістерін дамытып, бизнестерін ашып отыр. Маған мен де осы болашақта гидропоника әдісін дамытқым келеді. Осы гидропоника әдісі арқылы өндірістерді ірі қара малдарды семіртіп, Қазақстанның экономикасына өзімнің үлесімді тигіземін. Гидропоника әдісі кезінде біз аппаратпен таныстық. Гидропоника аппаратын жасаудың құрылысымен танысып, аппаратты жасадық. Және де аппаратта өсірілетін барлық өсімдіктерді зерттеп, арпа мен бидайды таңдап алдық. Себебі арпа мен бидай бір күнде өніп, 6-7 күнде өнім береді. Және де бұл жасыл өскіннің құрамында А, С, Д, Е, К витаминдері бар. Біз бұны малға беру арқылы ірі қара малдарды семіртеміз. Және де қазіргі кезде Қазақстанда жайылымдар аз. Және осы бидайдың жасыл өскіні ірі қара малдың етін көбейтеді. Және де сүт өнімдерін беретін малдардың сүтінің майлылығын 30%-ға арттырады. Біз осы қала жағдайында болғандықтан біз малға тәжірибе жасай алмадық. Сондықтан біз тауыққа тәжірибе жасадық. Мен осы аппарат арқылы бірнеше тәжірибе жасадым. Сол тәжірибемді видеоролик арқылы тамашалаңыздар. Арпа мен бидайды арнайы қапқа салып, патогенді аурулар болмас үшін калий перманганатының әлсіз ерітіндісіне жуып алдық. Арпа мен бидайды суға салдық. Суда ауа болмағандықтан бидай мен арпаның тұқымы белсенді болу үшін компрессор атты құрылғыны пайдаланып оттек бердік. Және де бір тәулік бойы суға бөктіріп қойдық. Суда бөктірілген арпа мен бидайды арнайы стеллаждарға 1 см қалыңдықта тегіс етіп бектік. Су мен жарықтың таймерлерін ретке келтірдік. Су толтырылған науаға 25 градуста суды жылытатын жылытқыш құрылғыны орнаттық. Арпа мен бидайды бір тәулік бойы қараңғы және жылы жерде ұстадық. Арпа мен бидайдың өскіні толықтай жасылданды. және тамырлары киіз түзді. Бидай мен арпаны жинадық. 2,5 кг бидайдан 9 кг 900 г жасыл өскін алдық. Ал 2 кг арпадан 7 кг жасыл өскін алдық. 3 күн тауықтарды жасыл өскінмен қоректендіру арқылы жұмыртқаларын салыстырдық. Жасыл өскінді жегенге дейінгі жұмыртқа. Екінші, жасыл өскінді жегеннен кейінгі жұмыртқа. Енді салыстырып көрейік. Бірінші және екінші жұмыртқа. Жұмыртқалардың сарылығына мән беріп қарасаңыздар, өзгешелік бар. Зерттеу нәтижесінде жасыл өскінді жеген тауықтың жұмыртқасының сарыуызы қою сары түсті болғандығын байқадық. Менің зерттеу жұмысының тақырыбы бидай мен арпаның химиялық қасиеттерінің бірі болатын. Бидай мен арпаның құрамында көмірсу, крахмал, ақуыз, майлар кездеседі. Алайда бидайдың құрамындағы көмірсу 75% көрсетсе, ал арпаның құрамында одан сәл азырақ 65%. Ал ақуыз екеуінде де 10 және 20% аралығында. Бұл заттардың пайдасы өте зор. Мысалы, көмірсу біздің ағзамыздағы ең маңызды қоректік зат болып табылады. Ол ағзамызға оңай сіңіп, бізге күш береді. Ал ақуыздар болса,
біздің ағзамыздағы химиялық реакцияларды жүргізіп, ауруға қарсы тұратын қасиетін көрсетеді. Ал наркоздар біздің жасушаларымыз бен дене жасушаларымыздың жұмысын ретке келтіріп отырады. Майлар біздің денеміздегі жылу мен қорғаныш көзі болып табылады. Осы гидропоника әдісімен өсірілген бидайдың құрамында Б дәрумені 10 есе көп болады. Ол біздің жүйке жүйеміздің дұрыс жасауына және де жарақатымыздың тез жазылуына қажет. А дәрумені біздің көзіміздің дұрыс көруі үшін керек. Ал құрамындағы антиоксиданттар деген зат біздің денеміздің ағзамыздың қартаю процесін бәсеңдетеді. Және де арпаның құрамында лизин амин қышқылы болады. Ол теріміздің тығыздығын реттейді және де әжімге қарсы тұрады. Минералдардан кальций, калий, фосфор, мырыш, мыс минералдарының барлығы кездеседі. Мысалы, кальций мен фосфор біздің ағзамыздағы қан қасиеттеріміздің берік болуы үшін қажет. Ал магний стресс және бас ауруын басады. Калий болса жүрек бұлшықетінің ауруын емдейді. Бұл жобаның тақырыбы бізде гидропоника әдісімен жасыл желекті өсіру. Біздің бұл жобада өсіріп отырған өсімдіктердегі басты мақсатымыз өсімдіктерді қолда өсіріп, баршаңызға пайдасын түсіндіру. Біз 4 өсімдіктерді ектік, торн салаты және базилик, лолороса және латук. Бұл өсімдіктерге біз күнделікті 2 литр судан құйып отырмыз. 2 литр суымыз бізде 2000 мл. 2000 мл су, 2 мл суды 4 өсімдікке шашқан кезде әрқайсысына 500 мл-дан тиіп отырды. Және де тағы айта кететін нәрселер, енді бұл өсімдіктердің биологиялық маңызын айтсам. Биологиялық маңызы лолорос салаты бұл керемет дәммен ғана емес, сондай-ақ жанды кереметпен де танымал жапырақтардың бірі болып табылады. Бұл салат әйгілі латуктың бір тұқымы. Салат жапырақтары негізінде 2 түрге бөлінеді. Біріншісі бургундия жапырақтары бар, лолороса, екіншісі лонгобионда. Салаттың жаңа жапырақтарының құрамында йод көптеп кездеседі. Йодтың пайдалы қасиеттерін айта кететін болсам, йод адам денесіндегі бұғақ ауруына және қылқанша безінің ұлғаюына сақтап отырады. Тағы да айта кететін нәрселердің бірі, салат жапырақтарының құрамында магний, калий, темір элементтері көптеп кездеседі. Магнийдің пайдалы қасиеттерін айтатын болсам, магний адам ағзасының құрамында 25 граммдай бар және көптеп сүйекте кездеседі. Магний денеге энергия бөлуге қатысады, адам жүйке жүйесінің импульстарды өткізіп, қан айналымын дұрыстап жүректің бірыңғай соғысын қамтамасыз етіп отырады. Нәруыздар мен нуклеин қышқылдарын түзуге қатысады. Артериалдық қысымды төмендетеді. Келесі бізде базилик жалпы бізде ламиас тұқымдасының жылдық және көп жылдық бұталарының шөптері мен бұталарының тұқымдары. Базиликтің негізгі отаны Американың жабайы жағажайларында және Африканың субтропикасы мен тропикалық белдеулерінде өседі. Базиликтің емдік қасиеттерін айтатын болсам, базилик іштің спазмодикталық ауруы үшін анальгетик, яғни обезболивающий, қазақша нұсқасы ауырсынуды басу, иммунитетті күшейтеді, пневмонияға және бронхиттің әртүрлі түрлеріне ұсынылады. Антифунгқа қарсы қасиеттері бар және қан кетуді тоқтатады, қан кетуді жояды. Тамақ ауруымен тиімді күреседі, созылмалы ұйқысыздық үшін қолданылады. Мен физика пәні бойынша өсімдіктердің өсуі мен дамуына жарықтың әсерін зерттедім. Жарық қуаттың бір түрі. Жарықтың арқасында адамның тірі жаратылыстардың барлығы, оның ішінде адам да айналасындағы әлемді көре алады. Жарық көрінетін сәуле, яғни жиілігі 7,5 көбейтілген 10-14 дәрежесі мен 4 көбейтілген 10-14 дәрежесі аралығында адам көзі қабылдайтын ультрамагниттік толқын. Біз бөлме жағдайында жасыл өнімді алу үшін кем дегенде 10-14 сағат жарықтандыруымыз керек. Алайда күн жарығы қазіргі режимді қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан да өсімдіктер терезеге қарай созылып, терезеге кедергі келтіреді. Және біз бұл жағдайда қайғылы көріністі байқаймыз. Өсімдіктер әлсіз, жіңішке және ұзын болып өседі. Кейбір адамдар бұл жағдайдың алдын алу үшін кәдімгі қыздырғыш шамдарды пайдаланады. Алайда бұл өсімдіктерді кептіріп, күйдіріп жібереді. Себебі оның 5% жарық бөлгенмен қалған 95% жылу бөліп отырады. Біз бұл жағдайларды ескере отырып, тәжірибе жүргізу барысында алғашқы тәжірибеде жарықдиодты шамдарды қолдандық. Жарықдиод шамдар энергия көзін 80%-ға үнемдейді. Өсімдіктерді санаурықлық секілді аурулардан қорғайды және бір қалыпты температураны сақтап отырады. Бидай мен арпаның өскіндері толық шыққанша біз
біз жарықты қоспадық. 3-ші күннен бастап жарықты 14 сағат аралығында қосып отырдық. Және де өзімізге керекті мөлшердегі өнімді 5-6 күн ішінде ала алдық. Екінші тәжірибеде біз фитолампаларды қолдандық. Фитолампалар энергия мөлшерін 80%-дан 90% аралығында үнемдейді. 50 мың сағаттан 80 мың сағат аралығында жұмыс істейді. Фитолампалар фотосинтез процесін қалпына келтіріп, ақуызды, көмірсуларды және де оттегіні, энергия мөлшерін арттырып отырады. Себебі олар көк қызыл спектрлерден, жарық спектрінен тұрады. Көк спектр ақуыз мөлшерін реттеп, тамырдың пайда болуына әсер етеді. Ал қызыл жарық спектрі болса, фотосинтез процесінің негізгі көзі болып табылады, гүлдеу мен өсуді жақсартады. Фитолампалар мен жарықдиодты шамдардың тағы бір артықшылығы, оларда адам өсімдік денсаулығына зиянды сынаптың болмауы. Егер де сынап төгілген жағдайда экология ластанып, өсімдіктердің өлу қаупі жоғары болады. Қорытындылай келе, біз жарықты дұрыс таңдау арқылы өсімдіктерді өзімізге қажетті өнімді аз уақыт ішінде көп мөлшерде ала алдық. Оқушылар топырақта өсетін өсімдіктерді гидропоника әдісімен салыстыра отырып, олардың өнімділігі, экономикалық тиімділігін зерттеп, айырмашылықтарын өз көздерімен көрді. Гидропониканың артықшылығы автоматиканы кеңінен қолдану болып табылады. Бұл әдіспен өсірілетін өсімдік дақылдары немесе өскін топырақта өскен өсімдіктерге қарағанда өнімді ертерек береді және өнімі жоғары болады. Тіпті оқушылар мектеп жағдайында түрлі көкөністерді өз мектептегі асханаларына ұсынып қамтамасыз ете алады. Оқушы бойында сенімділік пайда болады, болашақта мамандық таңдауға септігін тигізеді. Осы кезде Мағжан Жұмабаевтың мына бір сөздері еске келеді. Балаға бір нәрсені таныстыру үшін оны тек қана сөзбен жеткізбей, алып келіп көрсетіп қана қоймай, оны суретін салдыр. Тек суретін салдырумен шектелмей, оны балшықтан жасап деген екен. Сол кезде баланың ізденімпаздық қабілеті қалыптасады деген екен. Сабақ кезінде алған теориялық білімдері әрқашан оқушының есінде қала бермейді. Ал осындай өз қолдарымен жасалған дүниелері оқушылардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін оятады. Сонымен қатар оқушылардың бойында ғылыми көзқарастары, танымдық қызығушылықтары, бақылау жүргізу дағдылары мен бірлесе жұмыс істеу дағдылары қалыптасады. Оқушылар бұл жұмысты жүргізу кезінде экологиялық, эстетикалық, экономикалық және өлке танулық тәрбие мен білім алумен қатар дене шынықтыруға, еңбекке баулуға дағдыланады. Зерттеу жұмысын жүргізу кезінде оқушылардың бойында табиғатқа деген ынтық сезім қалыптасып, олар қоршаған ортаны қорғауға дағдыланады. Қазіргі таңда бақыт шөп, шырайгүл, лабелия, флокс, вербена, астра гүлдерінің бірнеше сорттарынан отырғыздық. Қазіргі таңда олар далаға отырғызуға дайын тұр. Оларға ең қажеттілері топырақ, су, жылу, жарық. Біз іздене бастадық. Бұларға қандай температура қажет? Қалыпты температура мен қалыпты жарықты іздесе береді. Олардың біз гүлдердің дәндерін ақпан наурыз айларында отырғыздық. Олардың ең алғаш отырғызғанымыз шырайгүл өсімдігі. Шырайгүл өсімдігі бұл алқалар тұқымдасына жататын шөптесін өсімдік. Бұны шығу тегі Оңтүстік Америка. Дәні өте ұсақ және де майда болды. Сондықтан да оны егу үстіп жүргізілді. Бұның 4-5 күннен кейін алғашқы өскіндері пайда болды. Бірінші айда бұны бір реттік ыдыста отырғыздық. Ол беті жабылы болды. Беті жабылы тұрды. Одан кейін барып, бұның бетін ашып үйрете бастадық. 24 сағат бойы жабдықтандырдық. Бұл ең бастысы біз панды үйрену кезіндегі теориялық білімді практика жүзінде сынап көрдік. Бұл атқарылып жатқан жұмыс менің мамандық таңдауыма немесе кейін бұл сабағымды білімді ары қарай жалғастыруға көмектеседі деп ойлаймын. Қазіргі кезде пластикте шыны шөлмектер де көшемізді күл-қоқысқа айналдыруда. Тек бұл ғана емес, ғаламшардағы пластикалық ыдыстардың шоғырлары қазіргі уақытта мұхиттар үстінде аралдарға айналуда. Зерттеу барысының нәтижесінде біз интернет ресурстарын қарап, келесі мәліметтерге тап болдық. Қағаз жер астында 1 айда шірейді екен, банан қабықшасы 6 айда, жүн 1 жылда, ағаш 13 жылда, консерв банкісі 100 жылда. Ал пластикалық ыдыстардың шіруіне кемінде 500 мың жылға дейінгі уақыт керек.
Адамдар өздері лақтырған пластикалық ыдыстардан өздері шаршап бітті. Пластикалық баклажкалардан қазіргі таңда миллиондаған түрі өндіріліп, қайта лақтырылып жатыр. Пластикалық ыдыстар қазіргі уақытта біздің өмірімізде ең үлкен мәселелердің біріне айналды. Тіпті кішігірім қалалардың өзінде айына 20 тоннаға жуық пластикалық шөлмектер лақтырылады екен. Қазақстанда қазіргі уақытта 100 миллион тонна тұрмыстық, 25 миллиард тонна өндірістік қалдықтар құралған. Олардың тек 4-тен 1 бөлігі ғана қайта өңдеуге жіберіледі. Қалғандары мұхиттар үстіне лақтырылып, кішігірім қоқыс аралдары түзілуде. Әрине, бұл қазіргі қоғамның ғаламдық деңгейдегі ең үлкен проблемаларының бірі. Сондықтан да біз бір рет ыдыстарды екінші мәрте кәдеге жарату мақсатында осындай гүл көшеттерін отырғыздық. Пластикалық ыдыстарға гүл көшеттерін отырғызу нәтижесінде біз оларды құр босқа тастамай, басқа салада кәдеге жарата білдік. Қорытындылай келгенде, пластикалық ыдыстарды қоқыс ретінде тастай бергенше басқа салада дұрыстап пайдаланғанымыз жөн. Осылайша біздің мектебімізде STEM білім беру оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын арттыруда, алған білімдерін практикада қолдануға, сыни тұрғыдан ойлауға, шешім қабылдау, бұл дағдыларды бүгіннен бастап үйрету оқушылардың болашақ кәсіби қызметке дайын болуына көмектеседі. Келешектің мамандарына жаратылыстану ғылымдары, инженерия, техникалық және математиканың әртүрлі салалары бойынша мамандық таңдауға мүмкіндік береді.